Көп балалы отбасылар үшін жағымды жаңалық. Елімізде көп балалы отбасылардың бюджетіне түсетін салық жүктемесі азайды. Қаңтардан бастап тиісті норма қолданысқа енгізілді деп хабарлайды. Тиісті жаңашылдық 4 және одан да көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардың әл-ауқатына әсер етеді деп күтілуде. Қолданыстағы салық кодексте көп балалы отбасы үшін салықтық шегерім атты 347 бап бар. Онда көп балалы отбасы үшін салықтық шегерім күнтізбелік жылға айқындалған 282 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерде 2 ата-анаға қолданылатыны жазылған. Салықтық жеңілдіктер ата-аналардың екеуіне бірдей қолданылады. Атап айтқанда, ата-ананың біреуіне әрбір ай үшін айлық есептік көрсеткіштің 23 еселенген мөлшерінде, 2 ата-анаға да ай сайын 12 айлық есептік көрсеткіш 47.184 теңге мөлшерінде делінген. Учет компаниялар тобының негізін қалаушы Максим Баршиев тиісті жаңалықты түсіндіріп берді. 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап салық кодексінде бұрын тоқтатылған жеке табыс салығына және көп балалы отбасыларға арналған салық шегірімдеріне қатысты бөлімдер күшіне енді. Бұл өзгерістерді 7 жыл күтті, себебі о басында мұны 2018 жылы енгізу жоспарланған болатын. Бұл жеңілдіктерді енгізу жалпыға бірдей декларациялауды ауыстыруға байланысты кейінге қалдырылды. Алайда Қазақстанның барлық азаматтары енген 4-ші кезең биыл басталғандықтан сәйкесінше шегерімдер тек күшіне енді. Көп балалы отбасыларға салық шегерімдерін енгізу дұрыс бағыттағы қадам. Себебі балалары бар отбасыларды қолдау әрқашан маңызды. Көп балалы ата-аналардың табысына түсетін салық ауыртпалығын азайту олардың қиын қаржылық жағдайын кішкене жеңілдетуге көмектеседі, деді. Сарапшының айтуынша, Еңбек және халықтық әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметі бойынша 2024 жылы басынан бері 4 және одан да көп баласы бар отбасылар түрлі жәрдемақы түрінде шамамен 432 миллиард теңге алған. Максим Баршиев салықтық жеңілдіктер қолдаудың жеке түрі екенін баса айтты. Көп балалы отбасында күнтізбелік жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 4 және одан да көп кәмелетке толмаған балалар болса және бұл туу туралы куәліктердің көшірмелерімен расталса, салық шегірімдері қолданылады. Мысалы, егерде 4 балаңыздың бірі 2 қаңтарда 18 жасқа толса, онда биыл сіздің отбасыңызға осы шегерім қолданылады. Ата-аналар тиісті шегерімді қалай бөлу керек екен өздері таңдайды. Яғни не ата-ананың бірі айына 23 айлық есептік көрсеткішке, яғни 90.436 теңге, немесе ата-ананың әрқайсысы 12 айлық есептік көрсеткішке, яғни 47.184 теңгеге тең шегерімді қолданады. Жылына бұл 1.109.000 теңге болады. Ол салықтан басталады деп түсіндірді. Бұл жеңілдік түрін алғысы келетін қазақстандықтар өздерінің жұмыс орындарында салық шегерімдерін қолдануға қатысты өтініш беріп, балаларының туу туралы куәліктерінің көшірмелерін ұсынса жеткілікті. Мысал ретінде қарастырсақ, 2025 жылы қызметкер 300 мың теңге жалақы алды дейік. Ол салық шегерімін қолдануға өтініш жазып, балаларының туу туралы куәлігінің көшірмелерін әкеледі. Есептелген жалақыдан міндетті зейнетақы жарналары және стандартты салық шегерімдері 14 айлық есептік көрсеткіш шегеріледі. Содан соң көп балалы отбасылар үшін шегерім қолданылады. Бұл салынатын табыстан айына 90 мың теңгені босатуға мүмкіндік береді. Яғни көп балалы ата-ана үшін төлем көзінен алынатын табыс салығы төмен болады және қызметкер қолына шамамен 9 мың теңгеге көбірек жалақы алады, деді Максим Баршиев. Алдағы жылдары көп балалы отбасылар үшін мұндай салық шегерімдері қолданылған жоқ. Сарапшының сөзінше, көп балалы отбасыларға арналған тиісті шегерімдерді жұмыс берушілер де 270 нысанындағы декларацияда азаматтардың өздері де дербес қолдана алады. Бұл ретте көп балалы отбасылар үшін қолданылатын салық жеңілдіктің максималды сомасы бір жылда 564 айлық есептік көрсеткіш 2.217.648 теңге аспауы тиіс. Ақпаратым пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.